Әлхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Бір болған оқиғаны айтайын деп отырмын. Түркия елінде бір ұстазымыз бар еді. Ол кісі айтады, әдетім бойынша аптасында, айында бір рет қабірді зиярат етіп тұратын едім. Сол жердегі ұстаздарға, ғалымдарға, әулиелердің басына барып, Құран бағыштап тұратын едім дейді. Бір күні сол әдетім бойынша қабір басына бардым. Әлгі марқұмдарға Құранды бағыштап болғаннан кейін қабірдің ортасымен кетіп бара жатқан кезде кенеттен оңға бұрылдым дейді. Бұл күтпеген жағдай болды, бұрын соңды болмаған дейді. Кенеттен оңға бұрылдым, қарасам оң жағымда А'ма Хафиз Мұстафа деген бір қабір тұр дейді. Сондай жазу бар. А'ма деген жаңағы соқыр деген сөз. Хафиз деген Құран жаттаған Хафиз, Мұстафа деген ол кісінің аты. Сөйтіп жарайды, бұл кісіге де бір Құран бағыштайыншы деп, әлгі Хафиз кісінің қабірінің қасына барып, Құран оқи бастадым. Құран оқып жатыр едім, бір тесікті көрдім дейді қабірінде. Әлі Құран оқып отырмын, бірақ әлгі тесікке қолымды соғып кіргізіп көрдім дейді. Қолымды ары қарай апарып едім, бір қол ұстадым. Жаңағындай шірінмеген қол екен дейді. Әлі шірінмеген, бұзылмаған. Сомен ұстаз айтады, Құранды толық оқып, жаңағы кісіге бағыштап болғаннан кейін күзетшіге бардым дейді, қабірді күзететін, сол қабір басына қарап жүретін кісіге. Сөйтіп барып, мынаны жерде пәленше деген бір кісі жатыр, бұл кісі қашан жерленген еді деп сұрап едім. Жоқ, бұл жерге жақын уақытта ешбір адам жерленген жоқ деп. Жарайды, барып көрейік деп көрдік дейді. Қолымызға бір фонарик алып бардық дейді. Сөйтіп әлгі қабірге келіп, фонарикті ішіне түсіріп көрген едік. Бір әлгі кісінің денесі де шірімеген, және де кебінде мүлдем шірімеген дейді. Таңғалдық, субханалла, бұл қалай жағдай болды. Бірақ қараса әлгі қабір сырты көрініп тұр, ескі қабір екендігі. Сенбедік дейді. Мен де сен алмадым әлгі жаңағы күзетшіге, бәлкім жақында жерленген шығар деп. Күзетші айтты, жаңағы кітапқа қарайық. Жаңағы тізімге қараса, тізімде де жоқ. Сонымен күзетші айтты дейді, қабір қазатындар бар, бәлкім солардан сұрап көрейікші деп. Сол жердегі қабір қазатын екі кісі бар екен, сол екі кісіге барып сұрадық дейді. Оларды ертіп келдік қабірдің басына. Олар айтты, біз бұл жерде 5-6 жыл болды қабір қазып жүргенімізге, бірақ бұл кісі сол 5-6 жылдың ішінде жерленген жоқ. Ескі қабір деп. Субханалла, расымен де ескі қабір екен. Ұстаз айтады, бұны әлі де ары қарай сұрастырдым. Сұрастырдан бұл кісінің жаңағы құрдастары бар екен, қария кісілер. Ол кісілер айтыпты, бұл кісі сондай бір ғалым кісі еді. Азан айтқан кезде ол кісінің азанын барша адам ұйып тыңдайтын еді. Хафиз Құран жаттаған еді, бірақ өзінің көзі соқыр еді. Сондай бір дінге қызмет қылған дін жанашыр адам еді деп. Расымен де Алла тағаланың құдіреті, әлгі Құран жаттаған, Құранмен өмір сүрген қаридың қабірдің ішінде денесі емес, кебіннің өзі шірмепті Алланың қалауымен. Демек, кім Құранмен өмір сүрген болса, кім шариғатпен өмір сүрген болса, кім Құранды әрдайым оқып жүрген болса, Алла тағала ол адамның денесінде, тіпті кебінінде шіртпейді екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келді. Кім жаңағы Құран жаттаған болса, қияметте оның ата-анасына нұрдан болған тәжі кигізіледі деді. Енді ойлап көріңізші, оның ата-анасына нұрдан болған тәжі кидіріліп жатқан болса, өзіне қандай сияпет беріледі? Жәннаттағы дәреже дейді. Кім бұл дүниеде Құранды көп оқып келген болса, соншалықты дәрежеде ол адамның дәрежесі көтеріледі дейді. Демек, екі жол бар екен. Я өзіңіз хафиз болыңыз, немесе сіздің балаңыз хафиз болсын, немесе сіздің немереңіз хафиз болсын. Бір ғалымнан сұрапты, күніге Құранды қанша бет оқуымыз керек деп. Сол кезде әлгі ғалым кісі жауап беріпті, қаншалықты дәрежеде бақытты болғың келсе, соншалықты көп оқы деп. Адамның аузынан шыққан ең көркем сөз, ең әсем сөз, ең хайырлы сөз ол тек қана Құран. Тіпті хадисте келді, Құран оқыңдар,
فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ дейді. Себебі ол Құран қиямет күні өзін оқыған адамға шапағатшы болып келеді дейді. Мысалы ойлаңызшы, сіз бір танымайтын елге бардыңыз, сіздің алдыңыздан бір адам жүгіріп шығып, мына жерде жаңағы асханасы бар, мына жерде қонақ үй бар деп, мына жер мынандай деп барсасын таныстырып жатса таң қаласыз. Бірақ қияметте ертең қабырға түскен кезде сіздің оқыған Құраныңыз сондай бір кейіпте келіп, сіздің алдыңыздан жүгіріп шықса, субханалла, қандай бақыт бұл, қандай Алланың үлкен бір сыйы. Сондықтан өзі айтады, жаңа кімнің ақыреттегі дәрежесін білгің келсе, оған ол адамның Құранға деген бір мәмілесіне қарап қой дейді. Алла тағала баршамызды Құранға деген махаббаттан айырмасын. Уа ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.